Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарышқа саяхат. 11-ші сабақ. Сабағымыздың оқу мақсаттары оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып жинақы мәтін жазу. Тілдік бағдарда сан есімнің мағыналық түрлерін еске түсіреміз және төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қоюға дағдыланамыз. Әдеттегіше сабағымызды ой түрткі сұрақтарынан бастайық. Алғашқы айтылым дағдысына құрылған бірінші тапсырмаға назар салыңыздар. Сұрақтарды пайдаланып, диалог құрастырыңыздар. Саяхатшы ғарышкер деген кім? Қандай саяхатшы ғарышкерлерді білесіздер? Суретте тұрған ғарышкер кім? Ол туралы айтып беріңіздерші. Балалар, ой толғаудағы сұрақтар жауабын сабақ барысында орындалар тапсырмалардан білетін боласыздар. Екінші жазылым тапсырмасы. Егер мен миллиардер болсам тақырыбында ой пікір жазыңыз. Онда мынадай сұрақтарға жауап беріңіз. Бай болсаң, ғарыш мәселесіне көңіл бөлер ме едіңіз? Бай болсаң, ғарышқа саяхат жасар ма едіңіз? Кез келген адамның ғарышқа саяхат жасауы қажет деп санайсыз ба? Неге? Әрине, мені ғарыш кеңістігі қызықтырады. Егер мен бай, миллиардер адам болсам, арнайы ғарыш кемесін жасатып, ғарышқа неге саяхат жасамасқа? Онда ерекше құбылысты, ерекше мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды. Ғарыш мәселесіне көңіл бөліп, қазақ елінің абыройын әлемге асқақтатып жатсам, нұр үстіне нұр болар еді. Келесі үшінші тапсырма тыңдалым мәтіні. Марсқа алғашқы экспедиция 2018 жылғы қаңтарда аттанады деп хабарлады Утро.ру агенттігі. Алғашқы ғарыш туристі және кәсіпкер Денис Тито ол туралы ақпаратты SpaceX.com сайтына жариялаған екен. Ғарыш агенттігі НАСАның хабарлауынша, ғарыш турының ұзақтығы 501 күнге созылады деп жоспарлануда. Ғарышқа саяхатты ұйымдастырумен Денис Тито негізін салған коммерциялық емес компания айналысады. Соңғы жылдарда ғарышқа ұшуды армандайтын туристерді қайда жіберу мәселесі бас ауруына айналған. Әртүрлі биіктіктегі орбиталық ұшудан бастап, айға да, тіпті ғарыштық қонақ үйге де жіберу туралы түрлі амал тәсілдер қарастырылған. Невадада ол үшін арнайы коммерциялық ғарыш айлағы да салынды. Бірақ жеке кемелермен әзірге ешкімде ғарышқа көтерілген емес. Туристер пайдалана алатын бір ғана мүмкіндік халықаралық ғарыш станциясына бару. Алайда ол өте қымбат шығатын саяхат. 2012 жылғы желтоқсанда Golden Space компаниясы айға ұшу үшін бір адамнан 1,5 миллиард ақш долларын сұрағаны белгілі. Балалар, мәтіннен керекті мәліметтерді жазып ала отырып, сан есімдерді тауып, мағыналық түрлерін ажыратайық. жылдың қаңтары. Нешінші жыл? Реттік сан есім. 501 күн. Қанша күн? Есептік сан есім. Бір ғана. Неше? Есептік сан есім.
2012 жылдың желтоқсаны. Нешінші реттік сан есім? Бір адам. Неше адам? Есептік сан есім. 1,5 миллиард доллар. Қанша? Бөлшектік сан есім. Айтылым дағдысына құрылған 4-ші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттар бойынша пікірталас өткізіңіздер. Саяхаттың бұл түрі туралы не айтасыздар? Ғарыштық туристердің көбею себебін немен түсіндірер едіңіздер? Ғарыш туралы дәйектерді қолданып, төл сөз түрінде айтыңыздар. Балалар, мәтінді тыңдаған кезде мынадай төл сөз, автор сөздерін жолықтыра аламыз. Марсқа алғашқы экспедиция 2018 жылғы қаңтарда аттанды деп хабарлайды Утро.ру агенттігі. НАСАның хабарлауынша, ғарыш турының ұзақтығы 501 күнге созылады. Балалар, ғарыш әлеміне саяхат жасаған ғарышкерлер жайындағы мына бір бейне материалға назар салыңыздар. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Құпиясы көп ғаламға адамзат 1961 жылдың 12 сәуірінде жол ашты. Ғарышқа Юрий Гагарин ұшты. жылдың 4 қазанында Тоқтар Әубәкіров ұшып, 7 тәулік 22 сағат 12 минут 40 секунд орбитада болды. Тап осындай әдемі көрініске куә болған Тоқтар Әубәкіров жер ананы сағынады. Аптаға созылған сапарында сағынышын жусанның есімен басқан. Жалпы ғарышкерлер арасында ғарышқа өзімен бірге жусанды ала кету дәстүрге айналған. Мұны келіп қайта түскенде жерді содан басқанда қуанышың қойныңа сыймайды екен. Енді бүкіл алдына келген адамды сүйгің келеді. Құшақтағың келеді. Жердің иісін бұрын сезбеп едім. Сол түскенде ғана мен жердің иісін өте ерекше сездім. Жалауымызды қалтасына салып бара жатқан Талғат аман есен оралып елімізді қуантса екен деп санаймын. Ғарыштың ғаламатын көбірек сезінген кім десек, ол Талғат Амангелдіұлы. Олай деуімізге, оның екінші сапары себепші. Ол әлі күнге ешкім озалмай келе жатқан рекорд жасаған. Бір айдың ішінде 5 рет 30 сағат 8 минут ұзақтығымен ашық ғарыш кеңістігіне шыққан. Сегодня мы летаем из Астаны в Алмату. Қазір біз Астанадан Алматыға ұшақпен 1,5 сағат ұшамыз. Ал осы 1,5 сағат ішінде біз ғарышкерлер бүкіл жер шарын айналып шығамыз. Бір нүктеден бастап қайтадан сол нүктеге қайтып келеміз. Түсінесіз бе? Ғаламат жылдамдық. Ал борттан ашық кеңістікке шығып, секундына 8 шақырым шапшаңдықпен қозғалып келе жатқаныңызды елестетіп көріңізші. Ол сөзімді сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Ғарыштың ғаламаты да сол шығар, жер ананың ғажайыбын сезіндіреді. Мұны қазақтың 3-ші ғарышкері, Қазғарыштың алғашқы ғарылғашы Айдын Айымбетов те растайды. Смотрел во все глаза, как говорится, и не мог. Қазақ жерінің көркемдігіне көз тойдырып қайттым. Біздің Қазақстанда бәрі бар. Тақыр шөл де бар, айдың көл де бар, созылып аққан өзен де бар. Сол кереметке, сол баға жетпес байлыққа қарай бергін келеді екен. Үш ғарышкердің ғарышта өткізген уақыттарына тоқталсақ,
Тоқтар Әубәкіров 7 тәулік 22 сағат 12 минут 40 секунд. Талғат Мұсабаев 341 күн 9 сағат 48 минут. Айдын Айымбетов 9 тәулік 20 сағат 13 минут 51 секунд. Сонымен Қазақстанның орбитадағы жалпы уақыты 359 тәулік 4 сағат 14 минут 31 секундты құрайды. Осы бір ғана жылда еліміз ғарыш ғаламаттарын қолданысына енгізе білді. Ендеше Қазақстан ғарыш державасына айналады деуге толық негіз бар. Оқылым дағдысына құрылған 5-ші тапсырма. Алдымен мәтінді мұқият оқып шығайық. Сіздің әлем тарихындағы тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин немесе қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров екендігін білетіндеріңізге күмәніміз жоқ. Ал сіз әлемдегі тұңғыш саяхатшы ғарышкердің кім екендігін білесіз бе? Білмесеңіз, бүгін біз дәл осы тұлға туралы әңгіме қозғамақпыз. Денис Энтони Тито 1940 жылы тамыз айының 8-ші жұлдызында Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Әлемдегі ең алпауыт фирмалардың бірі Wilshire Associates фирмасының меңгерушісі, америкалық беделді кәсіпкер әрі мультимиллионер. 2001 жылдан бері әлем тарихындағы тұңғыш саяхатшы ғарышкер деген атаққа ие болып келеді. Қалай дейсіз ғой? Бұл атаққа ие болу үшін мультимиллионердің қаржысы аз жұмсалған жоқ. Ол өзінің сапарына $20 миллион жұмсаған көрінеді. Тито жер планетасын орбита бойымен 128 рет айналып өткен. Әрбір айналымның бағасы $150 мың құраған. Кәсіпкер жұмсаған ақша үшін бір сәтте өкінбегендігін айтады. Мәтін Ана тілі газетінен алынған мақала. Ендеше балалар, мәтінге ат қоялық. Мәтіннің тақырыбы әлемдегі тұңғыш саяхатшы ғарышкер Денис Тито. Жазылым дағдысына құрылған 6-ші тапсырма. Мәтіндегі қарамен жазылған тұңғыш, қаласында, әлем, қаржысы деген сөздердің синонимдік қатарларын тауып жазыңыздар. Тұңғыш сөзінің синонимдік қатары алғашқы, ең бірінші. Қаласында, шаһарында, кентінде. Әлем, ғалам, жаһан, дүние. Қаржысы, ақшасы, қаражаты. Айтылым дағдысына құрылған 7-ші тапсырма. Мәтінде аты айтылған адамдардың көбісі қандай екеніне мән бер. Ғарышқа саяхат жасауға оларды не итермеледі деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді дәлелмен келтіріңіздер. Адам ағзасының ғарыш кеңістігіне бейімделуі күрделі мәселе. Салмақсыздыққа тап болған адам ағзасы салмағын күрт жоғалтпас үшін күн сайын арнайы аппаратпен жаттығу жасауына тура келеді. Бірақ ғарыш кемесінен мұндай аппаратқа орын табу қиынның қиыны. Оған қоса адам ағзасына кері әсер ететін зиянды сәулелер де бар. Мамандар кезігіп отырған тағы да бір қауіп-қатер күн жарылыстары кезінде пайда болатын сәулелер. Егер күн жарылысына кез болсаңыз, іс жүзінде ештеңе де істей алмайсыз, дейді Ұлыбританиядағы ұлттық ғарыш академиясының директоры Ану Оха. Көптеген сарапшылар сапардың сәтті не сәтсіз болуы Титоның қаржыландыру деңгейіне тікелей байланысты деп есептейді. Ал Титоның өзі
сапар құны жер орбитасына жақын аппарат ұшу құнымен пара-пар деп ойлаймын. Ашығын айтуға рұқсат етіңіздер. Бәлкім, бұл сапардан соң мен кедейлене түсермін, бірақ менің немерелерім одан әсер алып байы түспек, дейді. Үйге 8-ші тапсырма. Өздеріңнің қалауларың бойынша саяхатшы ғарышкерлердің рөліне еніп сұхбат құрастырыңыздар. Ол үшін сол тұлғалар жөніндегі қосымша материалдар тауып, керекті ақпараттар қорын толықтырыңыздар. Өз сөздеріңізде сан есімдерді қолданыңыздар. Жер бетіне оралған саяхатшы ғарышкер Денис Тито бұл менің өмірімдегі ұлы оқиға. Мен қол жетпес көкте болдым және періште секілді көктен жерге қарадым. Өміріме қауіпті сапар екендігін өте жақсы білдім және барлық жамандықтарға іштей дайындалдым. Алайда, қанша қиын болса да, 6 күн бойы ғажайып сәттерді бастан өткердім деп әлемге жар салдым. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.